Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге менің YouTube каналымда мүлдем болмаған тақырыпта, яғни ентігу тақырыбында айтатын боламын. Өйткені білесіздер, көптеген оқырмандар менен осы ентігу жайлы сұрап жатыр екен. Сол себепті де бүгін біз сіздермен осы тақырыпты қозғаймыз. Яғни ентігудің себептері, одан қалай арылуға болады, тағы да басқа сұрақтарға жауап беремін. Егер де менің бүгінгі видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, ең алдымен ентігу дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берсек, ентігу дегеніміз ол тыныс алу жиілігінің бұзылуы, яғни қарапайым тілмен айтқанда тыныс алудың қиындауы. Яғни бізге ауа жетпей жатыр, мен ентігіп қалдым, тағы да басқа деген сөздерді біз көп естіп жатамыз. Әсіресе ол біздің бір физикалық жұмысты жасаған кезімізде немесе ауа райына байланысты бұл сөздерді біз қолданамыз. Мысалға, біз қатты жүгіретін болсақ, яғни бізге ауа жетпей қалып, біздің тыныс алуымыз қиындап кетеді. Немесе аптап ыстықта біздің тағы да тыныс алуымыз төмендейді, яғни қиындайды. Сол себепті де біз ентігіп қаламыз. Жалпы неліктен біз ентігеміз? Өйткені біздің ағзамыздағы оттегінің мөлшері азайып кеткендіктен біз осындай ентігуге ұшыраймыз. Ал біз сіздермен бірге қазіргі таңда ентігудің тағы да басқа себептеріне тоқталамыз. Достар, ентігу бізде жүрек қан тамырлары ауруларынан да пайда болады екен, және де өкпе, тыныс алу ауруларынан да. Егер де сіз қатты жөтелмен ұзақ уақыт ауыратын болсаңыз, немесе сіз ауыр бір стрессті бастан өткерсеңіз де, сіздің тыныс алу жүйеңізге ол әсер етіп, сіздің дем алуыңыз қиындай түседі. Метаболизмнің бұзылуы, астма сынды ауруларда, немесе өте біз қатты шаршаған кезде, яғни ауыр физикалық жұмысты жасаған кезде, және тағы да басқа өзіміздің ағзамызға күш түсіретін іс-әрекеттерді жасаған кезімізде біздің бойымызда, яғни ағзамызда ентігу процесі орын алады екен. Негізі достар, ентігу ол біздің ағзамызға өте қауіпті. Егер де ол біздің, мысалға, жүрек қан тамырлары ауруынан немесе тыныс алу аурулар салдарынан болатын болса, яғни оны біз асқындырып алатын болсақ, онда ол біздің өмірімізге де өзінің қаупін төндіруі мүмкін. Сол себепті де сіздерге, егер де ентігу байқалатын болса, онда дер кезінде дәрігерге жолығуға кеңес беремін. Біз оны қалай анықтаймыз? Мысалға, сіздер күнделікті бір уақытта ентігетін болсаңыздар. Мысалға, сіз күнделікті жүгіре бермейсіз ғой. Мысалы, таңертең сіз жүгіресіз, ертең мысалы жүгірмеуіңіз мүмкін, бірақ сол кезде де сіз жайдан жай ентігетін болсаңыз, жай қарапайым жаяу жүрген кезде де ентіксеңіз, яғни белгілі бір уақытта сізде ентігу процесі байқалса, және ол қанша уақытқа созылады, егер де ол ұзақ уақытқа созылатын болса, онда сіз оны өздігіңізбен, яғни өз еркіңізбен ол ентігуді тоқтата алмасаңыз, онда сізге дәрігерге жүгіну керек болады. Ал егер де ол сіз қатты тек жүгірген салдарынан сізде ентігу процесі орын алса, онда сіз таза ауаға шығып серуендеуіңіз керек болады, және де қатты емес, өте жай тыныс алуыңыз керек. Осы арқылы ғана сіз бұл ентігуді баса аласыз, және де өзіңіздің ағзаңызға керекті, яғни дене салмағыңызға байланысты күнделікті 2-3 литр таза су ішуге кеңес беремін. Ентігу ол бізде анемия салдарынан және де семіздік салдарынан да пайда болады екен. Яғни сіз егер де ентігу процесін өзіңізде байқасаңыз, онда өзіңіздің денеңіздегі қан мөлшерін міндетті түрде тексеріп көріңіз, және де өзіңіздің салмағыңызды да өлшеңіз. Егер де сізде артық салмақ болса, демек ол сіздің ағзаңызға күш салып жатыр. Осы себепті сізде ентігу пайда болуы мүмкін. Сол үшін де осы нәрселерді сіз міндетті түрде бақылауда ұстағаныңыз жөн болады. Дем алу процесін
қалыпта ұстау. Сіз қатты терең тыныс алып, жай ғана, яғни ол тыныс алған ауаны сыртқа шығаруыңыз керек. Яғни сіз тез тыныс алып, оны тез сыртқа шығарудың қажеті жоқ. Ол сіздің ентігуіңіздің одан ары күшеюіне өз әсерін тигізеді. Достар, одан да басқа жалпы ентігуге байланысты кеңестерді және жаттығуларды мен арнайы телеграм каналыма салып қоямын. Егер де сіздер телеграм каналға тіркелемін десеңіздер, менің комментарийдағы номеріме жазсаңыздар болады. Яғни сол номерға жазсаңыздар, мен сіздерге телеграм каналға сілтеме беремін. Сол арқылы, егер де сіздерде ентігу процесі болса, ол процестен қалай арылу керектігі туралы ақпараттармен танысасыздар. Бірақ сізде бұл, яғни ентігу құбылысы бірнеше айдан бері бақыланып келе жатса, онда міндетті түрде дәрігерге сізге жолығу керек болады. Достар, егер де бүгінгі видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.